Құрметті қазақстандықтар, ең алдымен қолдау көрсеткендеріңіз үшін баршаңызға үлкен алғысымды білдіремін. Халықтың қолдауы кез келген адам үшін басты құндылық. Мен болған оқиғаға байланысты жағдайды нақтылағым келеді. Бұл жеке немесе тұрмыстық жанжал болған жоқ. Мен аймақта жасырын ықпал бар кейбір адамдардың қарсылығына тап болдым. Облыстық спорт ұйымдарының басшыларын заңсыз ротациялауға әрекет жасалды. Бұл заңсыз іске менің орынбасарымның да қатысы болды. Мен оның заңсыз әрекеттерін тоқтаттым. Бұл осы оқиғаға әкелді. Ашық мәлімдеймін. Мемлекет басшысы айтқандай, қазақстандық спорттағы жүйелі реформаларды жүзеге асырудағы арандатушылықтың мұндай түрі біздің шешімімізді шайқалтпайды. Барлықтарыңызға рахмет.